Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Лаура. Бүгін біз сіздермен дәруменге өте бай, өте пайдалы, иммунитет көтеретін қызылшадан оңай дәмді салат жасайтын боламыз. Ең алдымен алманың сыртын ашып, видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Туралған алманы ыдысқа салып аламыз. Келесі қайнатылған қызылшаны дәл алманы турағандай етіп, 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Оны да ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне жаңғақ, мейіз және 2 ас қасық балды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды ыдысқа салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Міне осымен біздің құрамы дәруменге бай салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет.